Сәлем достар, қайырлы таң баршаңызға. Ал мен ары қарай кеңесімді, болжамымды жалғастыратын боламын. Саршаян. Жалпы мен 30 сәуірде кімде қандай өзгеріс болатынын мен өткен видеода айтып кеткен болатынмын. Қарап алсаңыздар болады. Ал 3 мамырдан бастап жалпы жер бетіне Венера планетасы келеді. Ол саршаяндар үшін 6 домға келіп тұр. 6 дом жұмысқа және денсаулыққа жауап береді. Жұмысыңызға қатысты жақсы жаңалық болады. Егер жұмыссыз болсаңыз, жұмысқа орналасасыз, немесе собеседованияға барасыз. Жалпы жұмысқа орналасуға өте сәтті кез. Жұмыс таба аласыздар, бір жұмыстарыңызда көңілді отырыс, вечеринка болады. Жұмысыңызда бастықтар ауысуы мүмкін, немесе зарплатаңыз көбейеді, дәрежеңіз өседі, немесе бір командировкаға барасыз. Денсаулығыңыз жақсарады, ақша сіздерде болады. Жалпы 6 деген санның өзі нумерология бойынша ақшаға жауап береді, ал Венера ақшаға, әдемілікке жауап береді. Жалпы Венера махаббатқа жауап бергендіктен бір танысу, махаббат бір айы болады. Жұмыстарыңызда танысуларыңыз мүмкін, себебі 6 саны жұмысқа келіп тұр, сонда жұмыста танысу болады деген сөз. Ал 10 мамыр күні Меркурий кері бағытта айналады. Жалпы кері бағытта айналғанда техника сатып алуға болмайды, машина сатып алуға болмайды, және де маңызды құжатқа қол қоюға болмайды. Ол Меркурий 2 домға келіп тұр екен, ал 2 дом кері бағытта айналып тұр бұл жерде. Сізге елдер бұрынғы қарызын қайтарып беретін болады. Кім сізге қарыз, сол сізге ақша әкеп береді деген сөз. Немесе 2 жұмысқа орналасасыз, ол жерден де ақша түседі. Көптен бір күтіп жүрген ақшаңыз келеді. Қазір сізге не маңызды, соны көбірек ойланасыз. Ал 11 мамыр күні Юпитер 6 домға келіп тұр екен. Жұмысыңыз көп болады. Бизнесте, жұмыста жалпы жолыңыз болады деген сөз. Бұл Юпитер кез келген планетаны үлкейтіп көрсеткендіктен бұл 6 домға келіп тұр. 6 дом, яғни жұмысыңыз көп болады деген сөз. Немесе бір бастаған бизнесіңізді үлкейтуге, көркейтуге жақсы кезең. Ақшаңыз да көп болады. Көптен ауырып жүрген болсаңыз, жақсы врач табылады. Ал 16 мамыр күні лунный затмение болады, ай тұтылады. Ол 1 домға келіп тұр екен. Өміріңізде жаңа цикл басталады. Өзіңізде өзгерістер, жеке басыңызда өзгерістер көп болады. Атақты боласыздар. Елдер сізді сөз ететін болады, өсектейді деген сөз. Мысалы, жеке басыңызға қатысты тұрмысқа шығуыңыз ықтимал, декретке шығуыңыз мүмкін, бала көтеруіңіз мүмкін аяқ астынан, балалы болуыңыз мүмкін, бала босануыңыз мүмкін, басқа үйге көшуіңіз ықтимал, немесе жұмысыңызды, мамандығыңызды ауыстырасыз. Жеке басыңызға қатысты болғандықтан бір өзіңізге бір прическаңызды өзгертуіңіз ықтимал. Ал 22 мамыр күні күн белгісі 8 домға келіп тұр екен. Ақша тақырыбы өзекті болады. Ипотека, кредит алуыңыз мүмкін, сізге мақұлдайды. 25 мамыр күні Марс 6 домға келіп тұр екен. Белсенді боласыз. Жалпы Марс деген ол өте активный планета, өте белсенді планета, және де ол конфликтный планета. Бір жұмыста бір адамдармен ренжісіп қалуыңыз ықтимал. Өмірдегі жалпы қазір жасап жүрген режиміңіз, күнделікті режиміңіз өзгереді. Жаңа проект немесе жаңа жұмыс бастайсыз. Немесе кейбір заттарды сатып,
үйіңізде бір кейбір қолданылмай жүрген заттарды сатып ақшалы боласыздар. Ал 29 мамыр күні Венера 7-ші домға келіп тұр екен. Келісім шартқа отырып жұмысқа тұрасыздар. Танысу болады. Кез келген таныстық сәтті болады. Ал 30 мамыр күні жаңа ай 8-ші домға келіп тұр екен. Жаңа мүмкіндіктерді, жаңа кредитті, сізге жаңа бизнеске, сіздің бизнесіңізге біреу ақша салады деген сөз. Бұл өзгерістерді 5-ші, 6-ші, 7-ші қараша күндері туылған адамдар көп сезінетін болады. Яғни ол кісілерде 5-ші, 6-ші, 7-ші қарашада туылған адамдар жұмыс өзгертеді, үйін өзгертеді, жалпы жеке басында өзгерістер өте көп болады. Өмірлерінде жаңа цикл басталады. Ал менің сіздерге айтар болжамым осындай. Бар болыңыздар, бай болыңыздар.